Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы буын және оның түрлері. Буын сөз құрамындағы бір немесе бірнеше дыбыстар тобынан жасалған фонетикалық бөлшек. Мысалы, апа, мектебімізде. Буынға тән ерекшеліктерге тоқтала кетейік. Буын болу үшін оның құрамында дауысты дыбыстар болуы тиіс. Бір буын ішінде дауысты дыбыс біреуден артық болмауы керек. Буында мағына болмайды. Бірінші буын болмаса, қалған буындар негізінен дауыстыдан басталмайды. Буынның үш түрі бар. Олар ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Ашық буын бір ғана дауысты дыбыстан болатын, немесе дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталатын буын. Мысалы, әке, тағалады. Тұйық буын дауыстыдан басталып, дауыссызға аяқталатын буын. Мысалы, ар, ұқ, ұт, ант, өрт, ұлт, тағы басқа. Бітеу буын дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталатын буын. Мысалы, бас, бастық, бұлдар, қант, жарқ, қарт, тағы басқа.